Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың қазақ тілінен 66-шы сабақты өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңдар, иә? Себебі біздің арнамызда сендер қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген тақырыптарыңды қарап, сабақтарыңды жасай аласыңдар, балалар. Сондықтан балалар міндетті түрде подписаться батырмасын басып қойыңдар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгін біз 5-ші жаттығудан бастаймыз. Өлеңді түсініп оқы дейді. Туған өлкем, көгінде күн нұрын төккен, жерінде гүл жұпар сепкен. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Алтын дәнді даласы бар, ақ күмістей қаласы бар. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Өтебай Тұрманжанов дейді. Енді балалар, астында сұрақтар берілген, сол сұрақтарға жауап берейік. Өлең мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой дейді. Өлең неліктен туған өлкем деп аталған? Өлең өнердің қай түріне жатады? Өз ойыңды дәлелде дейді. Және де балалар, соңғы сұрағы, өлеңнің бірінші шумағын жатқа жаз. Жазғаныңды оқулықпен тексер. Алғашқы екі сөйлемін сөз таптарына талдап, әр сөздің үстіне қай сөз тап екенін көрсет дейді. Енді балалар, бізде бұл жерде бірінші сұрақ өлең мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой дейді. Осы тапсырманы жасайық. Өлеңде балалар туған өлкемізді қалай сипаттайды деп сұрақ қойсақ болады, біздің жұбымызға, яғни қандай да бір өзіміздің сыныптасымызға, не болмаса. Келесі, өлең неліктен туған өлкем деп аталған? Өлеңнің туған өлкем деп аталу себебі ақын осы өлеңінде туған жерін сипаттап жазып тұр. Сол себепті осылай, яғни туған өлкем деп аталған екен. Келесі енді балалар, өлең өнердің қай түріне жатады? Өз ойыңды дәлелде дейді. Өлең балалар сөз өнеріне жатады екен, Өлең көркем образдар жүйесі арқылы адамның дүние танымын, ішкі сезімін, жан дүниесіндегі құбылыстарды бейнелейтін қоғамдық сана мен адам танымының формасы екен, Келесі балалар, бізде өлеңнің бірінші шумағын жатқа жаз дейді. Жазғаныңды оқулықпен тексер дейді, балалар? Алғашқы екі сөйлемін сөз таптарына талдап, әр сөздің үстіне қай сөз тап екенін көрсет дейді. Енді балалар, бірінші шумағын жаттап алыңдар, содан кейін осылай өздерің жазып қоясыңдар. Одан кейін барып, кітаппен тексеріп көріңдер, дұрыс жазғансыңдар ма, қай жерінен қате кеткен екен. Одан кейін барып балалар, бізге алғашқы екі сөйлемін сөз таптарына талдаңдар деп тұр, Бірінші бізде балалар, көгінде не де зат есім болып тұр, күн не зат есімнің сұрағына жауап беріп тұр, яғни зат есім. Нұрын не есім болады? Зат есімнің сұрағына жауап беріп тұр, төккен не істеген? Бұл бізде етістік екен. Жерінде гүл жұпар сепкен. Жерінде не де зат есім, гүл не зат есім, жұпар не зат есім, сепкен не істеген? Етістік болады екен, Яғни балалар, осылай сөз таптарына талдап қоясыңдар, балалар, алғашқы екі сөйлемін. Өстіп балалар үстіне жазып қойыңдар. Келесі бізде балалар, 6-шы жаттығу, суретке қарап тақырыбын анықта дейді, балалар? Енді балалар, бұл жерде бізде табиғат бейнеленіп тұр, Бұл жерде енді балалар тақырыбы әр түрлі болуы мүмкін, яғни мысалы табиғат жайында, немесе туған өлке, туған жер деген сияқты, әр түрлі болуы мүмкін. Енді астындағы сұрақтарға жауап берейік. Сурет бойынша әңгіме құра, оны баяндап айтуға дайындал дейді. Мәтініңді жаз дейді. Одан кейін барып балалар, жазған мәтініңде қай сөз таптарының сөздерін қолданғаныңды анықта дейді. Бұл өнердің қай түріне жатады? Қандай суретшілерді білесің дейді, балалар? Енді балалар, бірінші бізге сурет бойынша әңгіме құра деп тұр. Мысалы, балалар, мен мынандай әңгіме құрадым. Оны мен туған өлкем деп атадым. Менің туған өлкемнің табиғаты өте әдемі. Мен өз туған жерімді жақсы көремін. Біз отбасымызбен туған жерімізге жиі барып тұрамыз. Біздің туған жеріміз Сарыбұлақ деп аталады. Бұл жер құтты бір жасыл түспен боялғандай. Туған өлкеміздің қып-қызыл раушан гүлдері айналада жайқалып өсіп тұрады. Ал жаз айларында бұл жердің құлпырғанын көрсеңіздер,
Біз ауылдағы достарымызбен бірге өзен жағасында ойнағанды ұнатамыз. Ауасы тап-таза өлкеде туып өскен қандай керемет. Осылай балалар, біз мәтін құрадық, яғни әңгіме құрадық. Енді балалар бізге айтады, жазған мәтініңде қай сөз таптарының сөздерін қолданғаныңды анықта дейді. Бірінші балалар, яғни бұл жерде мен сөз таптарынан зат есім, сын есім және етістікті қолдандым. Зат есімдер бұл жерде туған өлкем, туған жер, отбасы, сары бұлақ, раушан, гүлдер және өзен жағасы деген зат есімдерді қолдандым, иә. Ал сын есімдерден балалар әдемі, жасыл, қып-қызыл, тап-таза деген сөздер бар екен, иә. Енді келесі бізде балалар етістіктер, иә. Бұл жерде жақсы көремін, барып тұрамыз, аталады, боялғандай, жайқалып өсіп тұрады, көрсеңіздер, ойнағанды ұнатамыз, туып өскен деген сөздер бар екен, иә балалар. Бұл сөздер бізде етістік екен. Енді келесі сұрақ бізде бұл өнердің қай түріне жатады дейді. Бұл бізде балалар, бұл сурет бізде бейнелеу өнерінің пейзаж деп аталатын түріне жатады екен, иә балалар. Яғни бұл жерде бізде табиғатты бейнелеп тұрғандықтан бұл бізде пейзаж екен, иә. Ал табиғатты бейнелейтін бейнелеу өнерін біз пейзаж деп атайды екенбіз балалар. Келесі, қандай суретшілерді білесің дейді. Мысалы балалар, Әбілқан Қастеев, Әубәкір Исмайылов, Айша Ғалымбаева, Молдахмет Кембаев, тағы да басқа суретшілерді білемін, осылай жауап берсеңдер болады. Енді тағы да басқа қандай өздерің суретшілерді білесіңдер, соларды қосып жазсаңдар болады. Балалар, келесі бізде шығармашылық үзіліс, 7-ші жаттығу. Әкең сенен жас суретші студиясына жазылуыңды өтінді дейді. Бірақ сенің қолөнер үйірмесіне қатысқың келеді. Бұл жағдаяттан қалай шығар едің дейді. Енді балалар, бұл жерде бізде әртүрлі шығу амалы болуы мүмкін, бұндай жағдайда. Бірақ мысалы балалар, әрине әр адамның өзінің таңдауы бар. Дәл сол сияқты мен де таңдаған ісіммен айналысқым келеді. Мен әкеме қарсы тұрмаймын, бірақ әкеме менің қолөнер үйірмесіне қатысқым келетінін түсіндіретін едім. Әкем мені қолдайды деген сенімдемін деп жауап берсеңдер болады балалар. Осылай жауап берсеңдер балалар, жауаптарың әдемі болады. Келесі бізде 8-ші жаттығу, сөздер мен сөз таптарын сәйкестендір дейді. Яғни балалар, бұл жерде зат есім, етістік, сын есім, сан есімге сөздер берілген екен, сол сөздерді біз сәйкестендіруіміз керекпіз. Бірінші бізде зат есім не, кім не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Яғни балалар, бұл жерде бізде мүсін, суретші, ермексаз, шаршы деген сөздер бізде зат есімге жатады екен. Келесі етістікке бұл жерде балалар тоқиды, тігеді, салыстырады деген сөздер жатады. Себебі не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Келесі сын есімге бұл жерде балалар, сын есім өздерің білетіндей қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Бұл жерде сын есім сөздері балалар жіңішке, ақ, қызыл, тік, көлбеу деген сөздер екен. Ал енді сан есімдер бізде балалар қанша, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Бұл сөздер бізде 7, 9, 20, 50, 1000 деген сөздер екен, балалар. Енді балалар, осыларды сәйкестендіріп өздерің жазып қойыңдар. Мысалы, бұлай жазып қойсаңдар болады, дәптерлеріңе әдемілеп көшіріп алыңдар. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписация батырмасын басып қойыңдар, себебі біздің арнамыздан сендер барлық тапсырмаларды таба аласыңдар балалар. Сондай-ақ балалар, біздің арнамызда математика сабақтарының да үй жұмыстарыңды қарап, өздеріңнің сабақтарыңды қарай алатындарыңды ұмытпаңдар. Келесі кездескенше балалар, сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта сәттілік тілеймін.